Сәлем достар, сіздермен Азиза. Бүгін осындай өте дәмді әрі керемет болып шығатын шоколадты маффиндердің рецептісін ұсынатын боламын. Менімен бірге жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Себебі бұның дәмі өте керемет, жесеңіз аузыңызда еріп кететін болады. Және де қазақша контентті каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, арнама жазылып, пікірлеріңізді білдіріп, лүпілдете кетіңіздер. Ол үшін ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасында тұрған сары майымыз бен қантымызды салып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Содан соң оның үстіне 2 жұмыртқамызды салып, тағы да миксерлеп алатын боламыз. Содан соң оның үстіне сүтімізді құйып, тағы да миксерлейміз. Сүттің температурасы маңызды емес. Содан соң алдын ала електен өткізілген ұн, какао қопсытқышымызды алып, біртіндеп, яғни бөліп салып, оны да жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Бірден салып жіберуге болмайды, әйтпесе көтерілмей қалады. Сондықтан мен үшке бөліп салып араластырып алдым. Мінекей осындай бізде масса шығуы керек, өте әдемі, осындай болып шығуы керек. Енді оның ішіне салмасына мен Қазақстан шоколадын салатын боламын. Онда осылай ұсақтап, турап алатын боламын, алдын ала осылай. Сіздерде шоколад болмаса, Орео печеньесін салсаңыздар да болады. Ол енді өздеріңіздің қалауыңызша әрине. Мен шоколадты салдым, енді оны осылай күрекшемен араластырып алатын боламыз. Содан соң оны осылай формамызға салып шығатын боламыз. Барлығын мен шамамен 2 ас қасық салып шықтым барлығына. Енді оны барлығын салып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минуттай пісіріп алатын боламыз. Ол сіздердің пештеріңізге байланысты әрине. Қарап қойыңыздар, пісуіне таяқшамен тексеріп алсаңыздар болады. Сонымен менің шоколадты маффиндерім дайын болды. Маффин деп айтуымыздың себебі оның ішінде салмасы бар. Сол себепті оны маффин деп атаймыз. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай бөлгенінде де көрініп тұр, өте нәзік, жұп-жұмсақ. Сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.